мен жоғарыдан асты. Бизнес класс пен пласкарт. Алматы азарт, Алматы басқа. Что тұрғайда? Тарас. Капитанский Егор бар, Тарас. Шымкент. Автобус орын бар. Ешқайда бармаймыз, өзіміз жаңа келдік Түркістаннан. Сразу айтпайсыздар ма? Адамды әруа қылмай. Жынды ма? Сумкам жыртып жіберейін деді ғой, топас. Алматы қатты өзгеріп кетіпті ғой, я. Ачы келгесіз ба не Алматыға? Жоқ. Онда неменеге айтып тұрсыз? Былтыр ғана кеп кеткен адам құсы. Қайдан білесіз онда? Яна үйде папаның баяғыда СССР кезінде түскен суреті бар ғой, сонымен салыстырып тұрмын ғой, қатты өзгеріп кеткен ғой. Айтпайтыңыз жақсы. Сторис түсіріп алайын, я? Достар, домалақ бастар, сендердің мағрипушкаларың қайда келді деп ойлайсыңдар? Әрине Алматыға келдім, іштерің кисін. Ешкімнің де іші күймейді. Тасташы осы блогерство деген бәлеңді. Төдеше не болды? Көтеріліп кетеміз ертең? Или ән айтып көтеріліп кетеміз ба? Қайдағы ән, мағрипа, бұл Алматы, Түркістан емес, жүр одан да үйіздейік, кешке дейін бұтшытың шықпасын. Ауылда өстіп санымды сәл ашсам болды. КамАЗ, ПамАЗ, ЗИЛ, ПИЛ, Шоқа, Поқа бәрі тоқтай беретін еді ғой, ше. Сәл ашайын еді саным. Шешініп тастасаң да тоқтамайды, мағрипа. Деше, мен қазір мына жерде шешінетін болсам, бүкіл авария болайын деп тұр ғой. Тем более қолтығым жынын қырмағам. Қыздар, қайда барасың? Жеткізіп салайын. Қыздар. Мама, армандар орындалады деген рас екен ғой деше. Енді қарагөз қарындастарымыз осындай ауыр сумен тұрып келсіңдер. Өтіп кеткен дұрыс сума сен. Бұны білгенде қырынып шығатын ем ғой адам құсап. Түсінбедім. Не? Қыздар жүрсеңдер, сен кеттік, жүріңдер. Кешіріңіз күтіріп қой, бұрсай. Жоқ, сіз жүре беріңіз, бір жұмыстарыңыз, шаруаларыңыз шығып тұрған шығар, уақытыңызды алмайық. Жоқ, нормально, болып кетті. Қоймадыңыз ба? Алдын отырып алайын, ә? Телефоныңыздың высвечкасы жанып қапты, өшіре салыңыз. Сізді көріп бұның жаңғысы кеп кеткен шығар. Қатырасыздар. Қай жақтансыздар? Біз сол Түркістаннан келгенбіз, Арман Қуып. Дұрыс, Алматы мүмкіндіктердің мекені ғой. Мен өз осы Алматыныкімін негізі. Қойш? Қай жерден Алматыны? Түркістаннан. Түркістан? Мен подругаларым бар тұғым ғой, мені көре алмайтынше. Соларға бір сәлемдеме жолдасам бола ма? Қазір ба? Иә, болады. жолдай жүрейінші, Айдана, Назерке, Айда, Жанерке, вот маған ден дұрыс жігіт қарамайды дейтіндендер ғой. Мені ененен армандар орындалады, менің жігітім іштерін күйсін, давайте. Сосын айтпақшы, ауылда жеңгелерім бар тұғым ғой. Егер жігітпен танысатын болсаң, бізбен бірінші таныстыр дейтін ғой. Соларға бір сәлемдеме жіберейікші. Мен сіздің жігітіңіз емес пе? Бола береді, ешнәрсе қылмайды, бірақ видео ғой. Әшейін ба? Әшейін видео ғой? Әшейін ғой? Давай. Нұрила әпке, Ғазиза әпке, қалайсыздар, амансыздар ма? Мына сіздердің күйеу балдарыңыз темекі шекпейді, арақ ішпейді, ішсе қуат деп қоясың ғой. Давайте. Рахмет. Күшті екен. Ламборджини ма? Бұрын күнделігім сыртында бардым осындай машина. Ал, жақсы. Қыздар, сау болыңыздар. Номеріңізді айтып жібересіз ба, Каспиіңізге тиын аударып жіберейін деп? Жоқ, қандай Каспи? Такси себесі ма? Қандастарыма көмектесіп жіберейін деген ма? Онда былай айта салыңызшы номеріңізді. Звондамаймын, жазбаймын.
звондамай не істейсіз сонда бәріне айтып жүрейін деген менде інінің номері бар деп. жо рахмет жақсы қыздар сау болыңыздар Жақсы, рахмет. жақсы сау болыңыздар Жаным, күлгенінің өзі жанға қуат береді ғой. Таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі, ініненің желбірегені. Не болды? Өлдің ба жігіт үшін? Мен жігіт үшін өлсем де етпісті емеспін. Деше, простой анамнау жігіт емес қой. Інінен ғой, мен мынандайды үш ұйықтасам түсіме кірмейді екенше, мынандайды көрем деп ойламаппын. Даже мынандай түсті көру үшін күніге 24 сағаттан ұйықтауға дайынмын ғой мен. Өліп ұйықтайсың ғой, тақта сен күніге. Осыны көру үшін ұйықтап жүрмін ғой. Біз әлі жолғамыз інінен. Інінен үшін келдің бе Алматыға? Жүр ана квартираның егесіне звондап тауып ертерек жайғасайық. Мынау 65, 64, 67, 69 жоғарыда ғой деше. Осы ма? Осы ғой міне 69 деп тұр ғой осы. Ятсыз квартира екен, Саламатсыз ба? Сіз ба үйдің хозяйны? Кім? Сіз Маған не болыпты? жындысыз ба? Жынды қойдың көтін жеп қойғасыз ба? Үйдің хозяйнысыз ба деп сұрап тұрып қой. Иә, мен ғой. Кіре беріңіздер. Жүріңіз деше, не алып тұрсыз? Үйді көрейік барып. Кіре беріңіздер. Сумкаңызды ұстап жүрейін. Ағай, айналарыңыз быт-шыт қой, жумағасыздар ма? Кафелдердің бәрі сынып атыр еще. Мау мұздай. Кухняларыңызда бардак болып атыр ғой, аға. Әр зат, әр жерде шашылып атыр. Дешен, аяқты да көр. Үйді көріп шықтық. Үйлеріңіз жаман ескі ғой, ағай. Мынандай 130 мың теңгеге Түркістаннан Хан сарайында үйде тұрамыз ғой, біз білесіз ба? Үстінен 30 мың теңге қоссақ, 5 жұлдызды қонақ үйде бір ай тұруға болады Түркістанда. Бағасын сәл түссеңізші. Түсем? Түсесіз ба? Иә. Қанша дейсіз? Қанша дейсіздер? 30 мың теңге бола ма? Болады. Сосын жаңа ана жерде кілемді көріп қалдым да, жаман ескіріп кеткен ғой. 10 жууға как минимум 10 мың теңге кетеді. 20 мың болсын да общий. Болады. Иә? Келістік онда, иә? Келістік. Онда біз жайғаса берейік, сіз не істейсіз? Мен кете берейін. Иә? Сіз кілт мына жерде. Жақсы. Жақсы, сіз кетіңіз. Сау болыңдар. Деше? Ойбай, 20 жылдық махаббатыңызды бір-ақ минутта ұмыт кете салғаныңыз не? Білмеймін ғой, өзім де түсінбей қалдым ғой. Түсінбей қалдым, жаңа маған жігітке қарама, ойбай, мынау деп жатыр еді өзінше. Мағрипа? Не? 20 мың теңгеге қаланың қақ ортасынан күшті үй тауып алғансың ғой ше. Әйтпесе деше 20 мың теңгеге тышқан көтін көрсетпейді ғой. Бірақ ше, маған 20 мың теңге берсе көрсететін ем, тышқан сияқты тупой емеспін ғой. Құмаш, не айтып кеттің? Тұр, мына жақтың бәрін жинап тазалап тастайық. Кім біледі бізге дейін кім тұрған бұл жерде? Қойшы деше, тап-таза сияқты ғой. Ой, бір сен десе, жатып алдың ғой, шошқақтап тұр деймін. Дұрыс қой, енді мен шошқа жылында туылғам ғой. Қойшы, өзім тазалап тастайын. Сөйтіңізші. Құрметті достар, домалақ бастар, сендердің мағрипушкаларың Алматыға келді. Келе салып мені жігітім күтіп алды. Қазір видеолардың барлығын, стористардың барлығын салатын болам. Давайте.
Деше қашан адам құсап тамақ жейміз? Мағрипа, ана не енді тамақ емес па? Болды, мен арықтамаймын, өзіңіз арықтай беріңізші, мен и так арықпын. Сонда не сен маған семізсің деген кеп тұр ма? Жоға, мен үйт айтқан жоқпын. Жоқ, айттың ғой сен қазір. Арықтай беріңіз, мен арықпын деп. Бопты, жеп отыра берем осыны. Ертең таңертең ерте тұрайық та, далаға шығып осы айналаны жүгірейік. Алысқа бармайық, алысқа барсақ адасып кетеміз. Фуй, мә, ешқайда да жүгірмеймін мен. Бір апта болып дұрыс тамақ ішпегенмен, білесіз ба? Даже осыруға шамам жоқ мен. Бопты, өзім жүгірем, бірақ сен үй жинап қоясың. Жинамаймын, мен шаршап тұрмын. Ұйықтаймын қазір. Мағрипа, ұялса не істеп шаршаватсың? Таңертеңнен бері 2 сторис салдым. Қанша подписчиктерімді уайымдап өлем ғой мен, білесіз ба? Олар сені уайымдамайды да ғой. Уайымдамайды, уайымдайды. Сторисім қанша адам қарап отыр мен. Деше, бүгін інінен мен салған сторисімді бар ғой, уже 25 мың адам қарап отыр. Но болмайды, маған срочно реклама алып алу керек. Қазір сторис сап қой. Құрметті достар, домалақ бастар, қалайсыңдар? Бүгін менде сторисімді 25 мың адам қарап отыр. Соған орай 50% скидка. Тезде жазып үлгеріп қалыңдар. Давайте. Әй, скидкасы нес? Ой, блогерлерді өтірік періп сала береді ғой, сөйтіп 50%, 80% скидка деп сап қойып жатқаным ғой. Бопты, онда тезде тамақ ішейік та, бір рахаттанып жатып кино көрейікші. Деше, 50 оттенков темнее дейтін кино көрейікші. Орысшамыз дұрысталады. Орысша киноға көрейік та, Мен су ішіп жата салам. Сорлы жігіт екен, жылап тұрған ес, тормызданбай барып қыздың ерінен ұстап сорып алмай ма? Топас десе. Бірден сүйісіп кетсе де қызық емес болып қалады ғой, Мағрипа. Мә, деше менің мынандай жігітім бар болса ше, ұйқымнан таңертең ерте тұрып, ішкейім дым кимей, түрси-пүрсилерімді бәрін шешіп тастаймын да, аппақ рубашкамды киіп алып, кухня жаққа селтең етіп барам да, завтрак жасап сөйтіп келем да, жігітімді жылы төсегінен оятам, сөйтіп белінен ұстайды да, мені төсекке аунатып жібереді. Екеуміз аппақ жастықпен бір-бірімізді ұрып, жастықтың ішінен жүндерім бәрі жан-жаққа шашап, сөйтіп күшті болып ойнайтын едік. Жүнің шығып кетпесін, ондай болу үшін сен Америкада тұруың керек. Біздікілерге бір романтика деген нәрсені үйретіп қою керек еді. Осы нәрсені ұмыттырмаңызшы маған, бәріне үйреніп шығайыншы романтика деген нәрсені. Елге бір нәрсе үйретпейші, сен өзің жуынуды үйренші. Жуынсай, Түркістаннан келгелі жуынған жоқсың ғой. Деше, мен сасып тұрған жоқпын. Сассаң ғана жуынасың ба сонда? Иә да, бет алды құр жуына берген болмайды ғой. Ысырап деген нәрсе бар, білесіз ба? Еще Африкада бір тамшы суға зар болып отқан қанша бала бар, солар үшін жуынбай жүрмін, деше. Болды, мен мазыламаңшы, ұйықтаймын мен. Жігітім мен күшті түстер көруім керек. Давайте. Оларда қатырмады ғой, не ар емес, не бер емес. Тормыз ана жігіт сүйіспейді деймін. Сүйісетін кейіні тауып қойыңызшы демедім ғой, деше. Қойшы, жуыншы сен. Қарындас, мына гүл сізге, кеше гүл бере алмаған мет болды. Қорқақ табақ кім? Гүлді былай береді негізі. Сасылақты ма, ойнама. Қарындас, мына гүл сізге былай груба болады. Ол өте нәзік емес па? Қарағым Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не үшін жүрсіз? Не үшін жүрсіз деп ма, кешіріңіз. Қалыңыз қалай дегенім ғой? Жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Мына гүл сізге. Кеше беренде ұмыт кетіп әйбеттеңіз өтініш. Рахмет. Таң атпай қайда шықтыңыз? Мен сол жүгіруге шыққам. Өзіңіз не істеп жүрсіз? Мен ба? Мен де жүгіруге. Не деген совпадение? Бірге жүгірсе қалай болады? Да, жақсы болады, онда сіз как раз маған мына жақты көрсетесіз. Серьезно ма? Иә, жүріңіз. Алматы таңертең әдемі екен, иә? Алматы таңғысын. Өте әдемі. Күніге жүгіресіз ба? Иә, мен жүгіруді
өте қатты жақсы көремін. Мен енді бастап жүрмін. Онда бірге жүгірсек қалай болады? Қарсы емеспін. Мөлдір, онда кешкісін мен сізді ресторанға шақырсам қалай болады екен? Енді қыздың жоқ дегені, я дегені ғой? Сонымен? Жоқ. Ол қалай, келіспегеніңіз ба? Әлей? Енді айтып тұрмын ғой сізге, қыздың жоқ дегені, я дегені. Онда мен сізге кешкісін адрес жіберейін. Е? Жақсы, сау болыңыз. Қайда жібересіз? Телефоныңызды жазып алайын. 8701 Аха. 317 Аха. 72 43. 43. Рахмет! Мен махаббат оңына тым қатты маспын. Гүл! Мөлдір! Мағрипа, Ау, отағасы, айта беріңіз, құлағым сізде. сен мен періштемсің ғой. Мен сені бірден көрген кезде періштегеніңді түсіндім. Бұрын соңды неге көрмегем? Енді періштелер адамның көзіне көрінбейді ғой, сол үшін көрмеген шығарсыз. Қазір қалай көріп тұрмын сонда? Сен менің арыстанымсың ғой. Жаным, арыстандар өзінің ұрғашысымен өмірінің соңына дейін бірге болады екен да? Егер ұрғашы өліп қалатын болса, еркек арыстан басқа ұрғашы арыстандарға бармай, өзінің енегін шайнап, тістеп өліп қалады екен. Сонда ертең мен өліп қалсам, сен де солай жасайсың ба? Мағрипа деймін, тұрсай таусыз болды ғой. Той деше жынсыз ба, малсыз ба? Енді ененен мен еріннен сүйіп, 3 бала, 3 қыз туып беріп, жәннатына кіргізейін деп атқан жеріне оят жібергеніңіз не? Жынды ма мынау? Мен сен қандай не түс көріп атқан қақтан білейін? Адам деген түске рұқсат сұрап кірмей ма? Может, мен ененен мен төсектес болып атқан шығарым. Таптардай жасқа келіп, соны білмейсіңдер ма? Қайдағы бір ініненге бола сонша сөз айтып тастағаның не? Болды, бір жолға кешірдім, келесі жол қайталанбасын. Бәрін үйрету керек әйтеуір. Болыпты енді, тұр енді. Деше мен тұрамын ғой қазір. Сіз барып шай қойып, дастархан жасап, мен төсегім жинай салыңызшы, а? Ойбай, мен дастархан жасайды екем. Үй жинайды екем, төсек жинайды екем. Сен не істейсің сонда? Жуынам. Жай әшейін жуынасын болды ма? Деше, сем, суын ағызам, тісім жуам, бетім жуам, уже 4 жұмыс менде. Болыпты. Қолыңыздан гүлді қақталыңыз? Ана кеше квартираның егесі берді ғой. Еще кешке ресторанға шақырды. Көрдіңіз ба, Мағрипушканың жанында жүріп, кәдімгідей түбегейлі өміріңіз өзгеріп жатыр ғой. Рахмет айтыңыз маған. Мына қыз жуынбағанда ғой, жуынып келсей бар хотя бы. Деше, сем деп шаршап қалдым. Шорылдап, желанием болмай қалды жуынуға ше. Бар қолыңды жуып келең болмаса. Деше, шлей ондай емеспіз енді, жуды қолымыз таптаза. Сүтпен ішесің ба, сүтсіз ба? Сүтпен. Сүт жоқ ма? Сүтсіз іше берші. Неменеге айттыңыз онда сүтпен ба деп? Ойнап айттың. Сізге газбен ба, газсыз ба? Газбен. Наңыз онда. Қой, Мағрипа. Столдың басында отырмыз ғой? Атамыздың басында отқан жоқпыз ғой, главный. Фу, не жегенсің? Фуагра. Бір нәрсе шығарып отырмын. Неше қатырасың. Деше, айтпақшы, Райымның клипіне бар ғой, кастингке қыздар іздеп жатыр екен. Барып бағынды сынап көрейін ба? Сынап бағанасы 0-ден төмен деп беретін шығар саған. Рахмет деше қолдауыңызға. Көресіз ғой осыдан, телевизорге шығам, телевизорден көретін боласыз мені. Мағрипа. Иә. Да идите вы в жопу.
Мағрипа Ғаниевна, Мен ғой? кіріңіз. Қыздар мен ғой? Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз отырыңыз. Қазір сізге анкета беремін, соны толтырып берсеңіз маған. Анкета деген әлі бар ма не ағай? Бұрын мектеп оқып жүрген кезде толтыратын тұғым ғой бұндай нәрсені ше. Ана тілі, сабағы, есікті біреу қағады, есікті ашып қарасам, райым періп барады деп қойса. Мынан бәрін мен шығарғам ғой ағай. Жалпы съемкадан опытыңыз бар ма? Бар ғой ағай, вайндарға түскен мен. Түсінікті. Қандай жетістіктеріңіз бар? Бұрын мектеп оқып жүрген кезде ақбота, кенгуру сияқты интеллектуалды сайыстарға қатысып, 3-ші орын ағам. Басқа? Басқа 2013 жылы Түркістан түркілерінің ордасы атты 2000 метрге жүгіруден 1-ші орын ағам. Еще шлепкамен жүгіргем. Негізі бізге клипке сәл әдемірек қыздар керек еді, түрі бар. Ағай, точно шақырдыңыз ғой мені. Әдем қыздар керек деп, ровно таптыңыз ғой. Екеуміз байқасаңыз қатты ұқсаймыз ғой. Сіз де әдемісіз, мен де әдеммін. Даже сіз ифтар шайын ішесіз ба не? Немен ішесіз? Тарымен ішкен жақсы көремін. Біз үйде ішеміз ғой қыздармен ше. Біз сүтпен ішеміз, қара шай ішеміз. Еще бұның ішінде купондар. Маған оралсақ, кәсіпке. Негіз бізге сәл ән айта алатын дауысы бар қыздар керек еді. Ән? Ойбай. Қобдан не басуларын сүйем өскен, дарқан гүлін даламнан жиям өскен. Мағрипа. Болды, жетті. Күшті ма? Күшті ұнады маған. Билей алатын қыз керек еді. Икемі бар биге деген. Би? Ойбай, ағай, тектоникті өлтірем ғой мен. Қазір қосып берем. Болды. Иә? Жеткілікті. Нормально ма ағай? Иә, ұнады маған күшті белгіз. Болды, түсінікті барлығы сізбен. Өзіміз хабарласам сізге. Мен неге келейін? Сол кезде айтам барлығын. Телефон номерін білесіз ғой? Иә, жаздық қой барлығын. Иә, жаздым. Жақсы ағай, рахмет. Сау болыңыз. Бәле болды осындай қыздар ше. Келесі. Жақсы. Қыздар, қайта берсеңдер болады, сендерде шанс жоқ. Диляра Жанатбекова, кіріңіз. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін мен Райымның клипіне шақырды, маған түсіп берші деді. Мен білмеймін, ойланып көрейін дедім да, өтірік басқаған, о мені тастап кеткенсің ғой ше. Сестренка, темекі бар ма? Мен не сізге темекі шегетін адамға ұқсап тұрмын ба? Ұқсайсың, иә? Дұрыс таптыңыз, бар. Көбісі ато дұрыс таппайды да ше. Мінекейіңіз. Қателеспесем, сіз жаңа іште кастингте болдыңыз ғой, иә? Иә, болдым, сен де болдың ба? Иә, мен сіздің артыңыз шәкірдім ғой. Жоқ, қалай болды? Маған айтты, өттің, болды, түсесің, ертең кел деді. Мен өзім түскім келмеді, сосын өздерің хабарласасыңдар ғой деп кетіп қалдым. Темекіні шекпейсіз ба? Ой, жоқ, мен негізі темекі шекпеймін ғой. Просто өз-өзіме ашуланып отырмын да. Не проблема? Айтсаңыз, шешеміз ғой, Алматыда шешу үшін жүрміз ғой. Не проблема? Бірінші жұмысымның ақшасы ештеңеге жетпейді. Екінші жұмыс тауып алсам ба деп болмай жатыр ғой. Қайта сіздерде екі жұмыс деп жүрсіздер ғой. Менде вообще бірде-бір жұмысым да жоқ. Күніне хотя бы 5000 теңге тапсам жетеді сол маған ше. 5000 теңге? Иә. Құмаш 5000 теңге неге жетеді? Мен мысалы 50 000 теңге табам. И то соның өзі ештеңеге жетпейді. 50 000 теңге? Иә. Күніне ма? Қасыңызға жұмысқа алыңызшы мені. Менде күніге мен сабақты өте жақсы оқығам. АБТ-дан 73 балл жинаған, мектепте гүл секторы болған. Точно істеген келе ма? Иә, мен ойлаңызшы 10 күн істеймін да, бір Nexia сатып аламын да, сөйтіп сізді күніге жұмысқа апарып кетіп жүремін. Точно істейсің ғой? Істеймін. Жүр кеттік онда. Кеттік па? Мен анамнан да артық жансыз ғой сіз. Только мен киімді ауыстырып алайын, иә? Аха, жарайды. Форма киіп алу керек қой. Әдемі жер екен. Мен соңғы рет ағам үйленгенде келген шығарым бұндай әдемі ресторанға.
қаласаңыз мұнда көне келіп тұруға болады негізі. Жүріңіз, бақыт мекеніне отырайық. Шынын айтқанда інім, сүйем, күйем деп тұрған ештеңем жоқ. Бірақ қанша дегенмен әйелім ғой, бауыр басып бағасын. Бір көріп, маңдайынан сүйіп, бір құшағымасам болды, қайтам ауылға. Дұрыс аға, махаббат үшін күресу керек қой. Келдік. Сен қашан қайтасың? Мен құдай қаласа бүгін демаламын да, ертең қайтам ғой кешке жағын. Онда ертең мені ұмытып кетпе. Мені алып кет, бір адамың мен болайын. Нөміріңді жазбашы менің. Болды, сөйтейін. 8-700 айтпақшы. Мен бағана WhatsApp-пен жаздым ба саған? Бар ғой. Болды, азында ұмытпа мені. Мама, күшті ғой наныш, Иә. Не істейміз сонда? Просто массаж жасайсың. Сосын үстіне майда шаш бересің да, сырғанайсың ғой. Сырғанауды өлтірем ғой мен. Ауылда жүгіріп кеп батпаққа сырғанайтын қой. Өлтірем ондайды. Только шынатын айтуға болмайды. Бір өтірік қойып аласың. Сосын контакт жасауға болмайды. Только массаж. И номеріңді берме. Атымды Хюрем деп қойып алсам бола ма? Бала кезде армандайтын ғой. Атым Хюрем болса екен деп. Иә, болады. Жаным, әпкем рахмет сізге. Анамдай болып кеттіңіз ғой менің, Анау сенің бөлмен. Барда душқа түсіп дайындала бер жарай ма? Салфетка, май, бәрі анамның осы жерде тұр. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Иә, сұра. Пенсионка жүре ма бұл жерде? Оны не қылмақ жүрсің? Просто кемпір болғанса осы жерде жұмыс істейінші деген ғой. Ұнап қалды жана жер. Ниетіңе жет. Ауылдан осындай жер ашып алсам қалай болады екен? Мағрипа боди массаж деп ашып алсам. Қош одан кейін ауылдағылар кеп, Мағрипа бір кесе май берш, Мағрипа екі кесе май берш, үйде свет өшқа бет, свеча берш деп бизнесім бочын шығарайын деп тұр ғой, ашпаймын ауылда. Не қыласың? Бар, одан да дайындалшы, бар, жушмау шашыңды. Болды. Ана жақ тас қараңғы ғой. Розовый свет бар ма, не қалада? Сіз мен торымыз деп ойлап қалмаңыз, мен негізі өте шустрый адамын да. Просто сізді көрсем, батылдығым жоғалта ала беремін. Ештеңе етпейді, сіз де мені ұялта беріңізші. Хорошо. Мына жер әдемі жер екен, мен историяға салып қояйыншы, Әрине, болады ғой. Мына қатын гүл айтты деп жүрген еқті. Мағрипа, ой, Хюрем. Кассаған 2 минуттан кейін клиентің келіп, бірінші дайындал. Жеп қойын әпше болды. Сәлем, сұлу бекеш. Сәлем, сері жігіт. Хюремнің сарайына қош келдің. Вау, кәдімгі Хюрем ба? Төлеп қойдың қандыс. Танысыз. Қарындас, кішкене бер қарап, жүзіңізді көрейін, мөлдіреген көзіңізді, бұлдырлаған сөзіңізді, жалпы өзіңізді көрейін. Бұл осы әдемі керемет. Сыйыр! Мағрипа, не істеп жүрсің мұнда? Сіз не істеп жүрсіз, ағай, әйеліңіз бала шағаңыз бар емес па? Сен, шешеңе қалай қарайсың сен мына түрің? Не істеп жатсың сендер? Не мынау? Қаладан осы үшін келдің ба? Қалаға осы үшін келдің ба сен? Оқимын деп кеткенде шешең күтіп отыр ғой сен ана жақта. Барлықтан үйістіп келесіңдер да қалаға. Ақшаның артынан арларын сатып, қаласында үйістіп. Ағай, өзіңіз не істеп жүрсіз? Ұялмайсыз ба? Әйеліңіз бар ғой, әйеліңіздің көзіне шөп салып жүрсіз ба сонда? Еркектер бәрін сондайсыңдар, я? Мен келсем бір-екі тірлігін бітіремін да кетем болды. Көп сөзді қойып. Қазір кетесің олға, жүр десіз. Кейін десіз. Бұндай жерде қалуға болмайды біздің қазақтың қыздарына. Кейін десіз кетеміз болды. Апарып тастаймын сені болды. Шық дес.
қалай бүгінгі күн ұнап жатыр ма? Керемет. бәрі сіз үшін ғой. Сол үшін бір алып қойсақ, О, шиш. Мөлдір. мынау Бөшке. Тез менің қатының жанынан жоғал, мөлдір. Сен әбден бетімен кеткен екенсің, шықта жерден тез. бауырым. Тарт қолым деймін саған, тарт қолым. Алматы қаласында түнгі көбелектердің массаж жасау орталығы құрықталды. Бүгінде елімізде заң бұзған азаматтарды біздің спецоперация ұстап жатыр, міне. Неменеге түсіріп атсыңдар? Қайқа шығарайын деп атсыңдар бұны? Телевизорға. Телевизорға дейді ғой. Жеше, көрдіңіз ба? Телевизорге шығам дедім. Шықтым уже, жеше. Мөлдір. Сен қатынды басың істейма сенің? Не қап жүрсің бияқта сен, қаршадай қызға не істегенсіңдер? Бұзып бітісін ғой мынаны. Жандарыңда бір 3-4 күн болмаған не істей жібергенсіңдер сендер, жандарыңда бір ай болмасам, не істейсіңдер сендер, мен түсінбей сендерді. Жеше, мен ешқандай кінәсі жоқ, мен өзім бардым ол жұмысқа. Сен жаба аузыңды. Мен сенімен басқаша сөйлесем. Жоқ, аға, негізше. Мен негіз Құдай деген адам екенмін, негізше. Құдай көз тура ғой. Мен айдап апарды осы. Ана қыз жәутеңдеп қамасын ана жерде бар деген сияқты. Білмей сөйтіп сен Неменеге өтірік періп тұрсың? Қышуым қандырайын деп бардың ғой сол жерге. Мағрипа, дұрыстап сөйле. бірақ. Мөлдір, сенде бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па қалай сен? Дұрыс болмаса не істейді бең? Не болды? Не істейді бең? Қалай дұрыстап бересің сені? Қойыңдаршы! Мен ішіп кетті ғой. Топырлап, мазан алып жүрдіңдер ғой. Бәріңе әкімшілікке хаттама толтырдым мен. Штраф төлейсіңдер бәрің. Бір аптаның ішінде төлемесіңдер, бәле болады бастарыңа. Түсіндіңдер ма? Кетіңдер ол. Не істеп жүрсің? Топырлап. Рахмет ағайше. Мына жерде қалғым кеп тұр. Сіз сияқты красавчик полиция мені соттап жүрсе де ризамын. Құшай, жүрді болу. Рахмет ағай. Битек, Мөлдір, Мағрипа, жүріндір. Қайтайық ауылға. Бәге сөйтейікші, қайтайықшы. Берекесі кетті бар ғой. Мен машинам уақыт өдіз. Қыздырам да. Дайын бола берді. Жүріндір, қайтайық. Мөлдір, сен кетесің ба не? Мен ішпейм, шекпейм, басқа біреулер сияқты көзіңе шөп салмайым. Барынша алақанымда мәпелеп өтем. Мүмкін ойланарсың? Ренжімеш Олжас. Болат қандай болса да, ол менің отасқан күйеуім. Мағрипа, жүр кеттік, қайтамыз. Қайтпайым, мен қалам осы қалада. Бұл қалада сенің атаңның басы бар ма? Бұл қала сені әбде бұзып бітті. Ауылға барасың, тұрмысқа шығасың, жұмысқа тұрасың. Қазақта сөз бар, қызға 40 үйде тыйым деген. Тыйым туралы сіз айтпай қойыңызшы. Қатыныңызды үйге қамап қойып, өзіңіз әр әйелдің артынан жүрсіз аңдап, ұялмайсыз ба соған? Қалам мен өзімнің арман мақсаттарым бар, соның барлығына жетуім керек. Сіздер сияқты ауылда отырып қалып кеткім келмейді мен. Мағрипа, дұрыстап сөйле ағаңа. Жеше қойыңызшы сіз. Бірде қорғап, бірде қорлап адамды. Түсініксіз болып баратсыз сізде. Өзің білесің, саған жақсы болсын, сен жақсы болсын деп айтып жатырмыз. Мағрипа, ойлан, біз машинада боламыз. Жүзік алғансыз ба не сіз? Мама, ана сорлы дейтін соның қадірін білген де жоқ қой ше. Маған бересіңші мына жүзікті. Ертең айтып жүрем мен ол жасаған берген деп ше. Ертең өліп қалатын болсаңыз сіз басыңызға гүл шоқтарын қойып, апта сайын барып жылап тұрам. Маған бересіңші я. Жынсыз ба, малсыз ба? Айтып тұрмын ғой маған бересіңіз деп лақтырып жібергенніз. Квартираны босат. Босатқан несі? Қаяқта тұрам, мен баратын жерім жоқ қой.
Онда айына 150 мың. Мақұл төлейм. Сорлы қабақ десе. Қара көз қарындасын далада қамасын деудің орнына ақша деп өліп баратсын қарасай. Қай жерге лақтырды жаңа? Блин, ұйқыңнан қарның аша боянған қандай жаман. Макароны шығып отырман. Саламатсыз ба, тәте? Нан бере саласыз ба? Аха, қанша болды? 2100. Қазір бермейді. Тойна жерде интернет ұстамай ма? Бір нәрсе ғой, районда? Неге жақсы ұстайды? Қазір. Нан қарызға жазып қоя аласыз ба? Мен кешке келем да полный ақшасын төлеп кетем. Болмаса сіздің номеріңізді жазып алайын, я? Сөйтіп аудар жерім ғой интернет жақсыстаған кезде. Жоқ, сен сияқты кедалалар жетеді. Жақында бір официант қыздарды сөйтіп лақтырып кеткен. Қанша теңге официант қыздардың қарызы? 3100 теңге. 3100, онда менің 2100 теңгемді қосыңыз, 5200 теңге сізге әкеп берем. Бопты онда. Рахмет, тәте, күшті. Бір түрлі қыз екен өзі. Блин, мен өзімнің шустрилығыма жаман ризамын ғой ше. Дүкеншіні емізіп кеткесің ғой. Апай интернет ұстамай тұр деп қоясын, әйтпесе Каспиім блокта ғой мен. Айрам мен. Қазір бигбон жеп алсам, туалетке кіріп плотно отырып темекі шегіп алсам, одан кейін от души қалада қыдыруға болады. Кім? Кім? Түбі кім? Маған қатты ақша керек. Кеше Сақинаға ресторанға бәленбай ақша құрттым. Квартира ақшасын срочно берші өтініш. Жынсыз ба ағай? Сіздің лоқ болып қалғаныңызға мен кінәлімін ба? Адам дейтін бірінші кездесуде сонша шашыла ма екен? Мен күшті әсер алсын деген ғой. Әйел адам дейтін керемет әсерді басқа нәрседен алады, білесіз ба? Осындай еркектерді түсінбеймін ше. Бірінші кездесуде адам деген Биляши, Самса, Донер сияқты жерлерге апарасыз. Одан кейін жаймендеп қымбаттау жерлерге апара берсеңіз болады ғой. Сен маған өмір сүру үйретпеші, хорошо? Бір апта берем, 150 мың тауып қой. Түсінікті? Иә. 150 мың. 150. Иә. Қаяқтан тауып берем мен оған 150 мың теңге? Аяқ асты ақшаны қаяқтан тауып берем мен оған? Жұмыс істеу керек болды онда маған. Так, официант болып істеймін ба? Звондап көрейінші. Алло, саламатсыз ба, қалайсыздар? Официант керек деген екенсіздер ғой? Ой, өлтіреміз ғой, ауылдың қыздарын бәрінде опыт бар ғой, любой нәрсені істей береміз ғой. Аха, все жақсы сонда, ертең обедте барам. Аха, рахмет, сау болыңыз. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыңдар? Бүгін қаланы көрсетем, сені қыдыртам дейтін жігіттер бар болса, машинасы бар жігіттер бар болатын болса, бүгін боспын, үйдемін, жазыңдар. Тамам, шылай.
саламатсыз ба ағай, қалайсыз? Саламатсыз ба? Сіз бронь жасағансыз ба? Бұрын? Бронжилет па? Жоқ, сіз бізге қонақ болуға келдіңіз ба? Жоқ, мен жұмысқа тұрайын деген ғой, маған админ шақырып жібересіз ба, срочно. Админ? Мен ғой админ, айта беріңіз. Опытыңыз бар ма? Мен опытым деген жетеді. Ауылдың таза пасық қызымын ғой. Түркістанда Мыңгөрттен деген ресторанда жұмыс істеген ғой. Ресторан маған андай кафешка ғой бізде. Сол жақта бір қолыма 7 бокал пиво, екінші қолыма 30 палочка шашлык ұстап алып, орап обслуживать жүре беретін ғой. Сіз кешіріңіз, бізге жарамайсыз жұмысқа. Бұл жер элитный ресторан. Неге ағай? Ағай, мен жұмысқа алшы. Мен басқа барып жұмыс істейтін жерім жоқ. Үйде анам ауырып жатыр ағай. Кеше ғана інім авария болды ағай. Мен жұмысқа алшы. Айгүл, мына кісіге киім беріңдерші. Бар, Айгүл қыздар киім береді. Рахмет ағай. Өздері бере ма? Иә, өздері. Ағай, рахмет. Өмір бақи өлмеңіз ағай. Не хабарайым ба? Иә, сұрақты өзі. Мағрипа, саған барлығы түсінікті шығар, иә? Түсінікті болса жұмысыңды бастай берсең болады. Содан кейін байқайсың ғой, косяктың болса бірден жұмыстан шығып жүреді. Сосын посудаларды байқа и гостьтермен мәдениетті болу жақсы. Ойбай, мәдениет деген менің екінші атым ғой. Менің атам мәдениет министрі ғой. Сол жаққа жұмысқа кел деп қоймай жүрген негізі. Мен бірақ бала күнгі арманым официант болу тұғым ғой. Бірден осы жаққа келіп алдым. Да? Иә. Түсінікті. Онда еще әне гость күтіп алсай. Саламатсыз ба? Не киіп алғам мынау? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай жерге отырсам болады? Сіз қараңыз. Ана біздің терезе жақтарда өңшең бай адамдар отырады, терезенің түбінде. Ана орта жақтарда айлығы бір 500 мыңнан жоғары адамдар отырады. Ақшасы жоқ, сәл кедейлеу адамдар ана есік жақта отырады ғой. Сонда мен қай жерге отырсам болады? Сіз бүйтсеңіз болады, мына жерден шығып, остановкаға барып, автобусқа отырсаңыз болады. Малсыз ба? Малсыз ба дегеніңіз, мынандай киіммен, мынандай қымбат ресторанда отыруға болмайды. Адамды киіміне қарап бағалайтын жерге отырмаймын да мен. Отқызайын деп атқан жоқпыз сен ешкім. Официант! Саламатсыз ба? Неге сразу жанымда тұрмайсың? Ойбай, бірден шақырғанда қасында тұратын қатының ба мен сенің? Мәдениетсіз. Сендерде өзі не бар? Тез дайын болатын. Тез дайын болатын Биг Бом бар. Мен сені серьезно сұрап отырмын. Серьезно, Биг Бом бар. Ағай, мен қақтан білейін, ненің тез, ненің ұзақ дайын болатын. Біреудікі тез, біреудікі ұзақ дегендей ғой. Сіздікі тез сияқты. Греческий салаттың ішінде не бар? Греческий салаттың ішінде гректер бар. Первыйға не бар? Первыйға бізде плов бар. Тұра тұр, ол плов. Второй емес пе? Ой, енді ағай, ішіңізде полка бар емес шығар. Первый на жерде тұрады, второй на жерде тұрады, сулар на жақта тұрады дейтін. Ішке барғаннан кейін бәрі араласып кетпей ма? Қалай сөйлесің сен өзі? Бар шақыршы администраторды. Администратор. Админ жоқ бүгін жұмыста, ауырып кетіп қалды. Мен старший официант, маған айта беріңіз бәрін. Сен басымды қатырмай, немен қалай сөйлесіп отырсың? Айналайын. Сен барда маған греческий салат, чечевичный суп и второйға балық алып бер. Второйға балық жоқ бізде. Енді? Первыйға балық бар. Басымды ауыртпай баршы. Осы байлар серьезный болып шаршамадыңдар ма сендер? Жоқ, шаршаған жоқпыз. Жұмысына жатыр ма? Былай болады енді. Шаман шаршап кеттім бірақ ше. Не істеп шаршадың? 1 сағат еді ол жұмыс істегеніне. Просто мен мынандай жұмысқа арналмаған ғой. Ақша керек болғаннан кейін ғана келдім, если честно. Бәріміз сол үшін жүрміз ғой. Бұл жаққа негізі бай жігіттер көп келеді ше. Да? Талай қыздар солардың қазір тоқалы, біреулері әйелі болып отыр ғой. Мама, күшті ғой. Қазір мен жүрген кезде Қайрат Нұртас келіп, мені жақсы көріп қалса ғой ше. Ол қошы, не істейсің олар? Лучше бір бизнесмен ба, депутат ба, біреуді қаратып алмайсың. Главное, ақшасы бар адам болса болды маған ше. Квартирамды төлей алмай кеттім, бір өзіме қиын болып кетті просто. Да. Жігіт табылар, құрсын, жүр кеттік лучше. Сен стойын бар керек. Не? Ja. Ана жерін бөтсін шығарып кетті. Аға, сдачаңыз қалып қойыпты. Ол сдача емес, ол чиви. Чиви? Чиви деген не? Чиви деген клиенттің саған деген ризашылығы. Ағай,
сізге менің атымнан бір чиви. Жүр кеттік, тұра берме. Барып дастарханды алып келейік. Айдана, мен бір түрлі ауырып тұрмын ше. Оны қайта берсем бола ма? Не оқып аяқ астынан? Жаңа ғана сап-сау болып тұр едің. Жоқ, просто бала кезінде осындай әдетім бар. Аяқ асты бірден ауырып қалам да, басым айналып, жерге құлап, құсып, аузымнан көбігі ағып, судырым ұстап, мал болып кетем. Оның бәрін сенің көргеніңді қаламаймын. Лучше қайта берейінші, я. Жарайды, бопты. Только ертең с утра келетін бол, хорошо? Рахмет, Айдана. Чиви. Айдана, мынарды қайқа қойын? Жегізіп кеткенімше. Түнге дейін жұмыс істеп жүрейін енді осы жерде. Күніге келіп бір уақыт чивиімді алып кетіп жүрсем болды емес па? Тек сторис ақ қойын. Достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Менің қасыма менімен бірге тұратын қыздар қажет. Квартираға астыдағы адреске жазыңыздар, сөйлесейік, ақылдасайық. Давайте, күтемін. Саламатсыз ба, тәте, қалайсыздар да? Қалай? Таңертең мен бермей кететін қысап, сонша неғып едіңіз ғой? Мінекей 10 000 теңге. Официант қыздарының ақшасын төлейсіз ба? Жоқ ады. Айдалада біреулердің қарызын төлеп жүрейін, өздері алды ма, өздері төлесін. Ойбай, өзің айттың ғой. Енді ешек не жемейді, Мағрипа не демейді. Тәте айтпашы, мыналарды қарыз қала салайыншы, Ойбай, ақшам бар ғой, төле. Той енді тәте, ақшамды қимай тұрған жоқпын. Просто қарыз алып, қарыз беріп, екеуміздің отношениямыз күшті болсын, араласайық, әңгімелесейік деген сияқты ғой тәте. Рахмет тәте, жақсы көремін ғой сізді. Қайдан пайда болдың нағыз? Мағрипа, саған өзгеру керек. Сен бұрынғыдай енді әркіммен емессің. Үлкен қалада жалғыз өзіңсің. Саған ақша табу керек, бай болу керек, және бір жігіттер шақырса, желпілдеп кетіп қала беруге болмайды. Ал егер өздері шақырса ше? Өздері шақырса тек күндіз ғана бар, болды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұдан бұлай мүлдем боқтық сөздерді қолданбайсың. Оның орнына нақұрыс, мұның жарамайды, бұл болмайды деген сөздерді ғана айтасың. Саған себебі үйде сіңіліңмен анаң үміт артып отыр, қашан бізді Алматыға алып келіп алады деп. Саған көп ақша табу керек, ақылды, инабатты, ибалы, өтірік айтпайтын қыз болу керексің. Саламатсыз ба? Историяға адам керек деп салыпсыз ғой, соған келдім. Иә, собеседование өтіп алайық, онда, иә? Иә. Аха, кіріңіз, жүріңіз. Аха, не қарап жүріңіз? Отырыңыз. Есіміңіз кім дедіңіз? Анель. Анель, мен негізі тазалықты өте қатты жақсы көретін қызбын да. Үй кішкене шасылса болды, басым ауырып, миым ауырып, жындан кетемше. Айналаға мән бермей ақ қойыңыз, жаңа сестрам бала-шағасы келіп кеткен ғой. Кішкене шасылып кетті. Негізі таза тұратын не? Иә, мен де негізі тазалық жақсы көремін. Негізі квартираның бағасы қанша? Мағрипа, неге ойланып кеттіңіз? Жақында апам қайтыс болған ғой, сол есіме түсіп кетті. Квартираның бағасы 300 000 теңге ғой, екеуміз 150 мыңнан шығарып тұрсақ қалай? 150 мың қымбат қой. Просто өткенде ана квартиранттар бірден орыстар келген кезде көтеріп жіберді да ше, қазақтардың бәрін тентіретіп қойды ғой далада. Дұрыс айтасыз. Бірақ 1-2 қыз алатын шығарсыз. Хотя бы 1-2 қыз алсаңыз, примерно 70-80 мыңнан шығарсақ. Келістік? Не? Қазір, үйге ішіп келу деген болмасын. Мен өмірімде ішіп көрмегем. Мен де вообще ішіп көрмегем ғой. Ішкен адамдар көрсем жаман мұрным қышиды ше. Неге? Ішкім келіп тұрады ғой. Тамақ істей аласыз ба? Мен мүлдем тамақ істей алмаймын. Бірақ шайды күшті демеймін. Қандай шай? Ифтар шай. Бұл шайды қара шай қылып, сүтпен және тармен ішсе болады. Өте керемет, бағасы бар жоғы 1000 теңге, 25% қайырымдылыққа кетеді. Және ішінде купондар, неше түрлі подарктар бар. Мама, күшті шай екен ғой. Иә, мен сізге күштілік деп беремін. Квартираның бағасы 300 000 теңге, үшеуміз 100 мыңнан шығарып тұрамыз ғой, иә? Жақсы. Келісіп па? Қазір. Кезекмен тамақ істейміз, қыздар. Мен өзім тамақ істегенді өте қатты жақсы көремін да. Еще тазалық деген болу керек қой, білесіздер ғой. Дұрыс айтасыз. Иә, одан кейін ас адамның арқауы, темекінің тарқауы дейді. Үйде темекі шекпейміз. Жын, темекі шекпеймін, қойсаңыз. Просто тамақ ішіп болғаннан кейін туалетте отырып темекі шексең, кайф та күшті кетеді.
Одан кейін төртеуміз ажырамастай подруга болып бір-бірімізбен күшті араласып кетейікші. До того бір-бірімізді осырғыннан танитындай, осырғының иісінен танитындай қылып араласып кетейікші, Қыздар, онда квартираның ақшасын маған переводпен жіберіп қоя саласыңдар ғой, қазір хозяинға беру керек, просто жаман андай біртүрлі кісі да. Все, отыра беріңдер, киімдерін жайғастырып реттеліп. Давайте мен душқа түсіп алайын қазір. Қыздар, мен көйлегім қайда? Достар, домалақ бастар, менің жаңа көйлегім қалай екен? Егер де сіздерге ұнап жатса, реакция жіберіп қойыңыздар, жаңа ғана сатып алдым. Давайте. Я, мама, уайымдамаңыздар, ойбай. Мағрипушқа таза Алматының қызы болып алған ғой қазір. Осы сіздің Алматымен араларыңызда еш нәрсе жоқ па? Точно ма? Әмпи-жәмпилеріңіз жоқ па? Білмеймін ғой, әйтеуір Алматы жаман құшақ жайып қарсы алып алды. Уайымдамаңыздар, бұйыртса сіңілім екеуіңізді Алматыға алып келіп алам. Аха, жақсы, сау болыңыздар. Мағрипа, привет. Маған айтып отырсыз ба? Иә, қалыңлай, жақсысың ба? Жақсы, мен қайдан танисыз? Танығанда былай танымаймын негізі. Былай жақынырақ танысып, сенімен сөйлессем ба деген ниетім бар. Жоқ, топассыз ба сіз? Мені ата-анам 40 үйден тыйып өсірген, білесің ба? Танымайтын адамдармен таныспаймын. Сен бірінші өзің түріңе қарап алдың ба? Сен ауыл, мен қала, білесің ба? Таныспаймын мен сенімен. Бүрсіп қалған, әпші ұқсап отыр ғой ана жерде. Жоғал бар. Мағрипа, по-любому сындырып алам ғой сені. Тырысқи өз. Жанам, Мағрипа, Алматыға келе салып, жаман жігіттердің беттеріне айтып ұстадым ғой ше. Все, бәрін сындырып келе жатырмын. Или таныса салғаным дұрыс пе да? Блин, вроде нормально, әп-әдемі жігіт қой, я. Қош барып таныса салайыншы. Ой, кетіп қалған ба не? Бір өзімде сорлы қызбын ғой, болмайтын жерде көтімді керіп қалдым ғой. Хотя бы сүйісіп алу керек еді, блин, Алматының жігіттері қалай сүйісетін біліп жүретін емші. Ой, бір сорлы қызбын ғой ше. Жандарым, тұрсаңдаршы, әлі ұйықтап жатсыңдар ма? Сендерді оятам деп далада әтеш шыңғыра беріп көті жарылып жатыр қар жақта. Мағрипа, сенікі жай ма? Не қылды? Көйлегің неғып рұқсатсыз киесің? Сұрасай хотя бы. Ана, сен көйлегің ба? Мен өзім көйлегім шығар деп киіп кеткен ғой байқамай. Сен андай көйлегім жоқ еді қайда қоям? Мағрипа, без приколов. Гена деген зат болады. Жаным, гигиена деген менің екінші атым ғой. Ауылдағылардың бәрі мені Гугуша дейді ғой, білесің ба? Еш жерім сасымайды, мен тазалық деген жаным сүйетін адам ғой. Қолтығымды иіскеп көресің ба? Қолтығымнан бөпенің иісі шығады, бөпенің көтінің иісі шығады, білесің ба? Сасымайды, бәрі жеріміз тап-таза. Не болды сонша ренжіп? Дато ренжіп жатсаң, онда бар да мен нәскилерімді киіп жүре бер, смело рұқсатымды бердім. Сенің нәскилерің жуылмағандар сонша, анда қатып мәсі болып жатыр ғой. Зато аяғың жылы жүреді, сыртынан бит дәрет алып кете бересің. Не болды сонша ренжіп? Бүйтіп ашулана беруге болмайды саған, білесің ба? Ертең ашулана беретін болсаң, ертең бала туамай қаласың. Жаным, екеуміз қықсаймыз ғой ше, негізше. Сен де әдемісің, мен де әдемімін. Мә. Мен кухняға барам. Ауыстырайын екен. Все, мен киімдерімді астырып қоямын. Сорлы, бір көйлегіне сонша жылаған ес. Қыздар, жандарым, тұрсаңдаршы, тұрыңдаршы, мен жатар... Фу, осырықтарың дейтін көрпен астына жиналып қапты ғой ше. Осырықтарыңа дейін ұйқыбаспа, немене бәле ше. Менің осырығым таңертең мен тұрып, менен бұрын тұрып, балконнан секіріп шығып кетіп қалды. Ту, Мағрипа, азанмен қайда барып келдің? Таңертең тұрдым да, жұмысқа барайын, жұмысқа тұрайын деп жұмысқа барады, жарты жолда ойланып қалдым. Жұмыс деп жүре берем ба? Бір жақындарымның қасында болайыншы дедім да, жолдан азық-түлік, фрукты алдым да, сендерге қарай келдім ғой. Күйбең тіршілік деп жүре бермей, жақындарым қасында болайыншы дедім. Ертең өліп қалсаңдар, боламай қалам ғой қастарыңда. Ойбай, не үшін өліп қаламыз? Сендер өйстіп ұйықтай беретін болсаңдар, бір күн ана осырықтарыңа уланып өлесіңдер. Айбай, кетші бар жынды. Жынды, тұрсаңдаршы.
Айгерім қайда? Ол ана жақта ұйықтап жатыр. Ол да сасып ұйықтап жатқан шығар, иә? Тұрсаңдаршы. Мағрипа, Не қылды? ана көйлегім жар дегенде жалғыз көйлегім ғой. Сонша мұжғылағаның несі? Адамша айттың ғой, іліп қойшы деп. Болды, қазір іліп қоям ғой. Наларға просто қасыма жатсай деп қоймай ғой. Не жақтан, иә? Іліп қоям болды. Мына жерден алдым ғой, мен, иә? Қыздар, қайсысымен щеткамен тістерін жуғасыңдар? Мен емес, менде өзімде бар. Біреудің щеткасымен тісін қалай жуасын? Соны айтамын, гигиена деген нәрсе болу керек қой негізі. Иә. Мына көк кімнікі? Менікі. Ал мынау қызыл? Ол менікі. Мына көк менікі. Плотно біреу пайдаланған, еще дұрыс шаймағанда ғой. Мағрипа, сенің щеткаң қайда? Мен щеткам ше, бір жағдайы төмен отбасыға бер жерім ше. Жүрегім нәзік қызбын ғой, сендер білесіңдер ғой. Значит, сен жудың ғой, иә? Туф, иә, мен жудым, не болды сонша? Өкшемізді қырып тастаған жоқпыз ғой. Тісімізді жудық та, аккуратно қойып қойдық, тісіміз тап-таза. Лучше өкшеңді қырғаның дұрыс еді. Қалай жуам едім мен тісімді? Кезінде осы мама бар, папа, сіңілім бар. Сон барлығымыз бір щеткамен тісімізді жуа беретін қой. Еще ол щеткамен кілем жуатын, папаның пальтосын тазалайтын, мама газ жуатын. Сол щетка ауылда әлі бар. Әкеп берейік па соны? Бопты, новыйын алсам, хотя бы шашымды жуғанда, шашымды тазалап кетсе, су ақпай қалды ғой ана жерде. Ол қолтығымның жыны ғой. Страшно өсіп кеткен ғой ше, қыздар. Бүгін автобус ұстап тұрсам, қолтығымның жыны бір кісінің басына тиіп, ұялғаным-ай. Мағрипа, шай ішіп отырмыз ғой. Шай ішіп отырсаң не болды? Қолтығымды шайыңа салып қойған жоқтың ғой, ше берсең. Кім келген? Мен көріп келейінші. Мен поклонницаларым болса, мен жоқ дей сал, иә? Поклонник Мағрипа. Жаным, кешір мені. Мақсат, мазамды алма дедің ғой. Мына жақты қайдан тауып алғансың? Жаным, мен хоть бүкіл жерді аралауға дайынмын. Айтпақшы, жаңа магазиннен чай сатып алдым ғой. Дүкеншіге барып, қандай шайлар бар десем, ифтар деген чай бар дейді. Қазір осы чай хит болып отыр дейді. Короче, аласың, сатып аласың, 25% қайырымдылыққа кетеді екен. Прикинь, мен жүрегім нәзік, қайырымдылыққа жақын қыз екенін білесің ғой ше. Еще ішінен купон шығады екен, машина ұтып алуға болады. Прикинь, еще тағы басқа сыйлықтар, умраға жолдама сондайлар бар екен. Прикинь. Екеуін сатып алдым, бірден 50% андай күшті қайырымдылыққа не болсын деп. Ішемізден ана. Қазір кеп демдеп. Кім Айгерім? Қазір демдеп берем, я кеп. Кім? Мақсат, сен менің көзіме шөп салдың, мен сені кешірмеймін, кешіргім де келмей, кетші бар. Хотя бы просто выслушай меня. Не болып жатыр? Кім мынау? Менің бывшим ғой, көзіме шөп салып, енді кешірім сұрап тұр. Оңбаған десе, біздің Айгерім саған не, қорада тұрған ешак па? Алдына шөп салып кететін? Топас десе, не істеп жүрсің? Біз сол үшін мәпелеп өсірдік па Айгерімді? Ты, пожалуйста, можешь не вмешиваться? Біз өзім сөйлесе ала жерем. Не вмешиваться демей-ақ қой, орысша түсінеміз, благополучие. Әкел бер. Оңбаған десе, шегірткен айғыр ұқсап, жоғал мына жерде. Мен атым Мағрипушка болады, кәдімгі мұрныңды бет қылам, түсіндің ба? Айгерім, хотя бы это возьми, менен естелік болып қалсыншы. Әкел бер, маған бере сай. Естелік болып қала ма, маған бере сала ма, өзі білет, жоғал бар. Жаным, жылама. Қиын күндердің барлығы артта қалады. Главное, Мағрипушка қасыңда ғой, жаным. Жүрші болды. Жыламашы. Туф, қыздар, может, кешіре салу керек пе? Осындай күшті жігіт қой, мен үшін бәрін жасайтын. Айка, хотя бы бір шанс беру керек еді. Не дегенмен бәріміз адамбыз, қателесеміз ғой. Тем более басқа қызға лайк басқан, мне кажется, это не измена. Бәрі сол лайктан басталады, қыздар, білесіңдер ма? Бүгін лайк басады, ертең кездесуге шақырады, аргүн төсектес болады, сосын 10 аргүні баласы дүниеге келеді, мектепке апарады, соның барлығын көріп, қартайып, өліп қалады соңында. Сол жақсы ма? Ойбай, Мағрипа, сонша қиындатқан ес? Қыздар, қазіргі заманда лайк басы деген сөз уже ата-анасымен таныстырып, құда түсіп алды деген сөзбен бірдей, білесіңдер ма? Сволочь, Мақсат. Мына подаркасын бәрі мусорға апарып лақтырып жіберемін, оңбаған.
Өте дұрыс деп жатсың негізі. Сен нағыз батыр қызсың ғой, Айкаш. Ана Мақсат деген сорлы біреу ғой. Негізі біз қыздар бар ғой, еркектер нәскиін жуу үшін жаралмағанбыз ғой. Сен өте күштісі деп жатсың негізі. Өзі сорлы жігіт, ақшасы жоқ, кедей біреу сияқты ғой негізі. Қайдағы, наоборот, астында 470-і бар, бизнесі бар, қаланың жоғары жағында коттеджде тұрады ғой. Қош? Иә. Номерін бересің ба маған? Оны Просто ертең Мақсат маған звондауы мүмкін ғой. Айгерімді шақырып берші, Айгеріммен кездестіріп берші деп, сол мазамды алмасын деп, заранее забагет етіп тастайын бүкіл жерден. Хорошо, WhatsApp-тан жіберем. Иә. Жарайды енді, ішінтпет, кешке дейін бір мәнісі бар. Мен жұмысқа кеттім, қыздар. Айка, істерімді сүремеш. Мен де кеттім. Шығып кеттік алда. Мен де далаға шығып келем ау деймін. Мына нервтан басым ауырып кетті. Может, ойланам, қосылатын шығармын. Шығасың ба? Мен жоқ, жұмыстарым бар, қазір тірліктерім бар. Соларды бітіріп асықпай шығамыз. Ладно. Коттедж, машина, тут же Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыңдар? Менің жігітім жаман приколист қой. Маған алдыңмен артыңмен 8 мартыңмен жаным ау деп қонжық сыйлап жүрген ғой. 2 ай бұрын өтіп кеткен 8 мартқа енді подарок ертіп жүрмді. Баршаңызға осындай жігіт. Тағы да привет, Мағрипа, қалайсың? Сен немен аңдып жүрсің ба? Топассың ба, немене бәлесің? Я білем, мен әдемі қыз шығармын, бірақ әдемі екенмін деп бүйтіп артыма аңдай беруге болмайды, білесің ба? Айқайламашы, Мағрипа, сен сөйлесуге келгем сенімен. Есімім Нұрсұлтан болады, танысайықшы. Таныспаймын мен сен сияқтылармен. Сөйлеспеймін деген емес, Мағрипа. Мен сен бұрыннан бері кәдімгідей аңдып, инстаграмымды полный қарап, бүткіл фотоңа лайк басып жүрген мен ғой, Нурик KZ-тен байқам. Көрмеген, байқамағам. Мен сенімен қыз бен жігіт ретінде жүргім келеді. Сен топассың ба, басын істей ма? Мен жігітім бар, мені гүлді, мышқыны барлығын сол берді, жігітім бар менің. Ой, өтергі айтпашы, Мағрипа, анан жай ғана жерден мусордан алдың ғой. Атаңның басы, білесің ба? Жігітім курьерден бер жерген, менің адресім таппай қалған, сөйтіп мусорка жаққа қойып кеткен аны. Топас десе. Жоғал бар, аңдыма енді мен. Шаршатшы. Шим саған не сөзім құртып тұрмын саған? Мағрипа, по-любому сындырып алам ғой. Түбіңе жетем ғой, мен сен үшін. Жаным, аюым. Осындай топас жас жұбайлардың кесірінен қаншама аюлар далада қалып жатыр ше. Қаншама андай топас қыздардың кесірінен түнімен жігіттермен қыдырып алады дағыны, одан кейін өзінің аюларын барып мусоркаларға тастап кетіп жатыр. Соның кесірінен қазір бізде аюлар үйі азаймай тұр. Бірақ сен, Мышканың, ешқандай кінәң жоқ. Мақсатқа сондай. Алло, сәлем, қалайсың? Да. Мен ғой, Мағрипа. Айгермушкам, подружкасымын ғой? Не керек саған? Өйтіп дөрекі сөйлемеші. Сен мен дұрыс түсінбей қалдың просто. Мен негізі ондай қыз емеспін. Үйге келші, мен саған барлығын түсіндіріп берем. Маскат? Мақсат? Аха, давай, үйде күтем. Әкең келе жатыр. Қазір.
Сәлем Мақсат, қош келдің, кір. Ойбай, сәлем. Бағана ғана үйден қуып шығып едің ғой? Шұлқынып. Просто сен сынап көрейін деген ой, батыл жігіт па, батыл емес па деп. Мына қыз батыл жігіт екенсің. Әйгерім қайда? Жүрсе, көрсетем. Потом. Кесе. Әйгерім үйде ма? Әйгерім не болсын. Не ма? Әйгерім екеуміз қосайын деп пе едің? Жоқ, Мақсат негізі білесің ба? Әйгерім өте нашар қыз. Білесің ба, сен ол білмейсің да ғой. Мен сені ақ көңіл адал жігіт екеніңді бір көрген кезден ақ түсіндім. Әйгерім саған лайықты қыз емес. Ол ертең қатын болып жаратпайды, білесің ба? Өте салақ, лас қыз ғой. Біздің квартирадағы қыздардың көйлектерін киіп кетеді да, қолтығын састап әкеп береді. Еще квартирадағы қыздардың щеткасын қолданып тастайды, үстін жуып тастайды, прикинь. Әйгерім ба? Иә. Ондай жоқ еді ғой. Сен ол туралы білмейсің ғой, мен саған айтып беремін. Отырсайда әкесі. Отыр да. Мен саған айтып беремін. Кішкене қиып қояйын. Жо, ішпеймін. Жо, ішкенде емес. Мен саған Әйгерім туралы айтып берейін да. Әйгерім қайда? Әйгерім не қыласың, білесің ба? Мен сені бір көрген кезде, жаңа келген кезде ақ көңіл адал жігіт екенінің барлығын білдім да. Әйгерім сен туралы ойын айтып берейін ба? Ол сені ақшасы жоқ кедей жігіт деді ғой, прикинь. Мен? Иә. Кедей? Иә. Ёп твой ма. Мен бизнесім бар ғой, білесің ба? Қош? Lexus, коттедж. Кедей. Әйгерім айтты, маған ақшасы бар жігіттер ұнайды. Мен сен мындай Lexus нең бар екен білмедім ше. Мен айттым, адал жігіт болса болды емес па? Ертең өмірлерің бәрін бірге көріп, өздерің бірге жинамайсыңдар ба дүниені деп айттым да. Әйгерім вообще мені тыңдаған жоқ қой, прикинь. Ойлашы. Еще сенен басқа жігіттермен кездесіп жүр ол. 200-ді ғой, таза. Ойлашы, мені кішкене шынымен ба? Прикинь. Әйгерім маған айтады ғой, ана жігітпен кездесін, мына жігітпен кездесін дейді ғой. Мен вообще Мағрипа, сен негізі жақсы қызсың. Иә, негізі көбісі мен андай жаман қыз деп ойлайды. Мен жүрегім ақ қой. Мен шындықты бетке айтқанды жақсы көремін да, шыншыл қызбын да өзім. Негізі мен де сені кішкене ұнатып қалдым. Маған енді андай дүние не ешқандай нәрсе керек емес. Ертең екеуміз үйленгеннен кейін ақ оның барлығы келе жатады. Айтпақшы, мен ВК-дан күшті бір музыка тауып қойым. Соны қосып қойып билейікші екеуміз. Би? Иә, күшті бір музыка тартып қойым да. Кесе тұрса. Тұрсашы. Екеуміз күшті билейікші. Қазір кішкене вино ішіп жіберейік, иә? Неге? Ой, ренжімеші, иә? Нормально. Оңбаған, жоғал бар. Оңбаған. Әйгерім, мынау мен екеуіңе деп дастархан жайып екеуіңді қосайын десем, мынау виноның бәрі ішіп қойды да мені зорламақшы болды. Әйгерім, мен вообще қатысым жоқ. Өтірік айтады анау. Мақсат оңбаған құр үйден. Қазір полиция шақырам, кет. Әйгерім, сенші маған мені... Жоғал бар. Өтірікші десе 200-ді мен бұны қосайын десем. Оңбаған. Әйгерім, анау мені зорламақшы болды. Болды, Мағрипа, қойшы, мен қасындамын. Болды, қорықпа. Сен де мені өлтірем деп оны. Прикинь, қыздар. Айка айтты ғой, Мақсатпен қайтадан қосыламын деп ше. Соған екеуіне күшті қылып сюрприз болсын деп вечер ұйымдастырып берейін дедім да. Мақсатқа звондап, Мақсат үйге кел демейін ба? Сөйтсем ол мусордан барып ана аюды жеркенбей алып келіп алған ғой үйге. Үйге келді дағына. Мен Айканы ұнатпаймын. Блядь, керек еді ол маған деп. Прикинь, қуып кетеді ғой сөйтіп. Жындысың ба, басыл деп жатырмын. Үйтіп айтпа. Екеуің қосылып бәрі күшті болып кетеді әлі деп жатыр. Жоқ, керек емес деді. Столдың басында тұрған виноны ашып, ішіп, мас болып, маған жабысып, сені жақсы көремін, Мағрипа, менің әйелім бош деді ғой. Прикинь те. Еще мен айтып жатырмын ғой, Айка нормальный қыз, ол күшті қыз, ақылды, әдемі қыз, екеуің әлі ақ бақытты болып кетесіңдер, күшті семья боласыңдар, өмірлерің алда ғой деп жатырмын. Жоқ, ол керек емес деп мен қасықпен ұрып, мен жынды ұқсап. Сөйтіп мен айттым, жынды ондай болмайды, сәл шыда, сабыр сақта деп. Мен зорлайын деп, киімімнен тартып,
летчиктің резинасына тартып мал екен ғой. Қайта Айка келіп қалды, айтпесе бачным шығарып зорланып қалатын сол жерде. Мә, Айка негізі дұрыс болды, айырылысқандар. Айтпаш, резко жек көріп кеттім. Бағана қосылам ба деп ойлап келе жатыр едім, қайта көзім ашылды ғой. Рахмет саған, Мағрипа. Қыздар, сендердің болашақтарың үшін зорланып қалуға да дайынмын ғой менше. Жаным, сол осындай подруга кімде бар? Все, мен шоткыммен тісің жа бер. Новый менде ма? Жоқ, біреумен ғана. Рахмет қыздар, сендердің барларыңа. Мен магазинге барып темекі алып шегіп алмасам жаман стрессовать етіп. Сен шекпейсің ғой? Осындай стресс кездерде ғана шегіп тұрам, болды. Магазинде бір нәрсе керек емес па? Қолтық қыратын, қолтыққа жағатын, бритва ана мына. Туалетный бумага бәрі бар ғой, идея. Все, мен кеттім онда. Давай, абайла. Жаман стресс болып тұрым, жүре аламын бекен. Қайтып қарағым Өмір бұл подиум, жүреміз тоқтамай. Өмір бұл подиум. Ей! Жіберіңдер!